Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге жасалуы жеңіл және де қол жетімді заттардан осындай ерекше брауни пирогын ұсынамын. Қажет заттарымыз: 2 жұмыртқа, сұйық май, какао ұнтағы, қант, қопсытқыш, жылы сүт және де ұн. Көріп тұрғандай, видеода жұмыртқамызды миксерлеп, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз көпіргенше. Сұйық майымызды құйып, артынан жылы сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Керек заттарымыз төменде описание бөлімінде. Құрғақ заттарымызды, яғни қопсытқыш, какао ұнымызды илеуіштен өткізіп саламыз. Ең алдымен қопсытқышты, какао ұнтағын илеуіштен өткізсеңіз, комоктар болмайды. Кішкене миксерлеп, артынан ұнымызды саламыз. Мінекей осындай біркелкі қоймалжың сұйықтық пайда болғанша дейін миксерлеп, ыдысымызға саламыз. Ыдысымыздың шет жақтарын майлап, астына пергамент қағазын төседім. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45-50 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде тістешемен ортасын тесіп көру керек. Құрғақ болғанша дейін пісіреміз. Ендігі қалауыңыз бойынша керек шоколадымызды аламыз. Шамамен 200 граммдай қажет болады. Менде әр түрлісін қостым. Орехы бар, Қазақстан шоколады араластырып. Үстінен жылы сүт құйып, микроволновкада ертіп аламын барлығын. Артынан сары май немесе маргарин қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Мінекей пирогымыз пісті. Бет жағын тура осылай алып тастаймыз. Жіңішке етіп. Ортасы барлығы мінекей пісті. Ендігі аударып қойып, пергамент қағазын екіге бөлеміз. Осы пирогымыз тұратын ыдыстың бетіне осы пергамент қағазын салып, бетіне пирогымызды қоямыз. Бетіне дайын болған шоколадный ганажымызды құямыз. Жан-жағына жақсылап отырып. Бұл пропитка ретінде болады, жақсы сіңіріп алады. Соның арқасында пирогымыз сочный болып шығады, яғни құрғақ емес. Жан-жағына қалған пирогтың бетіндегі сен ұнтақ жасап жақтым әдемілеу үшін. Ендігі пергамент қағазын алып тастаймыз. Қалауыңыз бойынша тоңазытқышқа салып суытуыңызға да болады. Мінекей жасалуы жеңіл, көп шығынды қажет етпейтін ерекше брауни пирогы дайын болды. Немесе шоколадты пирог деп атауға да болады. Жұп-жұмсақ шаймен ішкенге. Барлығымызға ас болсын, міндетті түрде жасап, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айман. Қош сау болыңыздар.